Сәлем достар, менен жаңа рецепт қабыл алыңыздар. Менімен бірге өте дәмді, жұмсақ, ауызға салғанда еріп кететін сочник дайындайық. Ең бірінші ыдысымызға електен өткен ұнымызды өлшеп салып аламыз. Одан кейін салқын майымызды турап, ішіне салып, осылай қолмен үгіп екеуін біріктіреміз. Одан кейін ішіне разрыхите салып араластырып жібереміз. Ал енді сұйық қоспамызды дайындайық. Қаймақтың ішіне қант, шым тұз, жұмыртқаның сарысын ғана саламыз да араластырамыз. Енді осы массамызды оның ішіне салып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне осындай қамырымызды тоңазытқышқа 15-20 минутқа қалдырамыз. Ал енді салмасын дайындайық. Творогтың ішіне қант, қаймақ, жұмыртқаның ағын салып, осылай жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің салмамыз дайын. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, кішкене ұн сеуіп, қалыңдығы 4-5 мм болатындай қамыр жаямыз. Одан кейін өзіңізге ыңғайлы размерде осындай стакан, бокалмен домалақ етіп қиып аламыз. Ішіне салмасын салып, осылай бүктеп, пергамент қағаздың үстіне орналастырамыз. Сәндік үшін осындай узор жасасаңыздар болады. Бетін жұмыртқаның сарысымен жағып, алдын ала қызып тұрған пешке 180 градуста 25 минуттай пісіріп аламыз. Сонымен біздің сочнигіміз дайын. Сәндік үшін сахарная пудра сеуіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Аяғына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Рецепт ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.